Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге хачапури жасап көрсетемін. Өте дәмді, тез жасалатын, үнемі жасап жүрген хачапурим бір жасағаннан шығады. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға кіріп, тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Пісірген хачапуримді қазір үзіп көрсетемін. Міне осындай қамыр үлбіреп тұрған. Жасап көріңіздер. Ең алдымен 200 грамм сүт пен 200 грамм суды қосып араластырып бірге құйып алдым. Оған 10 грамм тұз салдым, 100 грамм сұйық май құйдым. Сосын 5 грамм тұз салдым. Жақсылап араластырып бетін жауып қоям 10 минутқа. Сосын 10 минуттан кейін алдын ала електің тұтқан ұнымды жайлап салып қамырлайтын болам. Онымен де 600 грамм. Қамырды қатты сұйық қылмаймыз. Орташа деңгейде илеймін. Өйткені кейін хачапури жасаған кезде формасын ұстап тұратындай болу керек қамырдың несі, жұмсақтығы. Міне қамырымыз ашыды. Мен 45 минутқа қойып қойдым. 45 минуттан кейін осылай көтеріледі қамырымыз. Өте әдемі көтерілген. Енді осындай қамырмен жұмыс жасай беруге болады. Мен бұл жерде қамыр өте көп. Мен бұның жарысын нан үшін алып қалам. Жарысын хачапури бүгетін боламыз. Қамырымды қазір сүріп алам. Өте әдемі көтерілген. Атысымыздан әдемі өзден көлеп түсіп жатыр. Осылай қайырып илеп аламыз да қамырды екіге бөлетін болам. Жарысын хачапури бүгеміз да жарысын нанға алып қалам. Жарысын менде қайтып салып морозилкаға салып қойсам болады, андай пластмасса ыдысқа. Мына жағын 3-ке бөлем. Үлкендеу. 3-ті тағы да 2-ге бөлем. Сөйтіп менде бұл жерде кішігірім 6 хачапури шығатын болады. Осылай домалақтап қойып бетін жауып қоямыз. Тағы да 10 минутқа сонда жақсы көтерілетін болады. Сөйтіп ішіне сырымызды күштен өткізіп аламыз салатын. Сыр менде 400 грамм. Қандай сыр қолдансаңыздар да болады. Мендегі бұл ламбер сыры. Осылай ыдысқа салып аламыз күштен өткен. Бір жұмыртқаны жарып салам да, сарысын бетіне жағу үшін алып қалам қамырдың. Ағын араластырып дайындап қоям сырмен. 10 минуттан кейін қамырымызды өсіп жаямыз. Домалақ формада жаямыз. Жұмыртқаның ағы мен сырымызды араластырып алам. Шетін өстіп домалатып әкеп екі шетін лодка тәрізді форма аламыз. Сөйтіп ортасына сырымызды саламыз. Осылай ортасына саламыз. Егер жұмыртқаны сырдың бетіне де салып саңыздар болады, жартылай піскен кезде. Бірақ мен шегі жұмыртқаны аса қаламағандықтан жұмыртқаның ағын сырмен бірге ішіне араластырып жібердім. Осылай табамызға бүгіп қоямыз. Екіншінде осылай көрсетем. Сап болған соң екі шетін қолымызбен қосырсақ болады осындай. Бәрін осылай жайып, сырымыз салып бүгіп алатын боламыз. Хачапуридің формасы қылып. Бұл жерде менің тестам көп болғанмен, мен сырды сол 6 мини хачапуриге жететіндей қылып теплыйдан өткіздім 400 граммды. Сіздер де солай жасаңыздар болады. 6 мини хачапуриға 400 грамм сыр болады, немесе 3 үлкен хачапуриға сол 400 грамм сыр болады.
мен жұмыртқаның сарысын тек қана қамырдың шетіне ғана жақтым. 180 градуста 35 минутта пісіп шығады. Пештеріңіздің қалай жұмыс істейтініне байланысты 40 минутта пісуі мүмкін, 45 минутта пісуі мүмкін. Менікі өзімнікі 35 минутта пісіп шықты. Осындай қып-қызыл әдемі болып. Осылай алып тәрелкемізге саламыз.